Жамбыл облысында жаңартылған металлургиялық зауыт іске қосылды. Қазақстанның даму банкінің демеуімен модернизацияланған зауыт жылына 65 мың тонна ферросилика марганец шығаруды жоспарлап отыр. Қазірдің өзінде ресейлік және европалық кәсіпорындардан зауыт өнімдерін сатып алуға тапсырыстар түсіп жатыр. Тілшіміз Жасұлан Әбдіхалық толықтырады. Тараз металлургиялық зауыты 2007 жылы құрылған. Бұрынғы фосфор өндіретін Химпром базасында темір балқытатын кәсіпорын пайда болды. Содан бері зауытты жетілдіру жұмыстары үздіксіз жүргізіліп келеді. Бұл мақсатқа 11,6 миллиард теңге қаржы жұмсалған. Енді жаңарту жобасының негізінде тағы 2 өндіріс пеші іске қосылды. Инновациялық жоба бойынша соғылған пеш, жаңа пештер 3-4 маркасы РКО-25 қазіргі кезде іске қосылып, бүгінгі тәуліктерде осы дайын өнімдерді беріп отыр. Ферросилика марганец маркасы 18. Мынау сапасы жағынан да біздің шығарып жатқан өніміміздің сапасы өте жоғары. Сапасы жоғары деген себебі өткенде жаңағы ферросилика марганецтің құрамында бізде фосфор өте аз. Зауыт жылына 100 мың тонна ферросилика марганец өндіруге қуатты. Әзірге өндірістік бағдарлама бойынша жылына 65 мың тонна өнім шығару жоспарланып отыр. Болат шойын металдарын нығайту үшін қосылатын қоспаның 1 тоннасының құны 1300 ақш доллары көлемінде. Зауыттың өніміне алғашқы сұраныс Ресей мен Украина мемлекеттерінен түсіпті. Қазақстанда сұраныс теміртау металл стил, арселор металл стил. Бірақ ол жерде ол кісілер мысалы Енисейге жақын Ақсу ферроқоспа заводы бар. Сол кісілерден алады. Теміртаудың өзінде де ферроқоспа заводы бар. Сол жерден алады. Олардың алып отырған көлемі бізге сай емес, аз болып саналады. Қазіргі біздің тұтынушылар негізінде Ресей. Өйткені олардың өздерінің марганец шығаратын өндіріс тау-кен өндірістік компаниялары жоқ. Және де Украина. Нарықтық бағаға байланысты кей кездерде бізден алады. Қорыту пештері тәулігіне 80 тоннаға дейін дайын өнім шығарылады. Қазіргі таңда мынау шикізат жағынан ешқандай кедергі жоқ. Бұрынғыдай ешқандай қиыншылық көріп жатқанымыз жоқ. Шикізаттар күніге келіп жатыр. Сыртта запасқа 35-40 тоннадай жаңағы запас шикізаттарымыз бар. Біз енді осы қазіргі кезде 3 пеш істеп тұр. 2 жаңа пеш, 1 ескі пешіміз. Ауаны зиянды қоспалармен ластамау үшін енді зауытта құны 200 миллион теңге болатын газ тазалағыш құрылғы салу жоспарланып отыр. Ол зиянды қалдықтарды 97%-ға дейін тазалауға мүмкіндік бермек. Ал өндіріс ошағы қалыпты жұмыс істеу үшін айына 21 мың тонна марганец концентраты керек. Яғни зауыттың жаңаруы бірқатар марганец кеніштерінің өркендеуіне де септігін тигізеді. Жасұлан Әбдіхалық, Рауан Байгенже, Хабар агенттігі, Жамбыл облысынан.